Команда қазір мен сіздерге өзіңізге партнерді тіркеу үшін рефералды ссылканы қайдан алу керек көрсетемін. Біз тіркелген кезде біздің электронды почтамызға да обычный сообщениеге де бізге номер соглашения, пароль келеді. Біз соны почтамызға кіріп ашқан кезде бізге дайын ссылкасымен, яғни несімен, сайтымен шығады. Мен оны рабочий столдың бетіне шығарып қойдым. Мұны қоңыр талдың суреті тұр. Бэк-офиске кіреміз. Бэк-офиске кіргеннен кейін біз мына өзіміздің парақша шығады. Мұны менің аты жөнім, мен есімім Тоқтасова Айзада. Осы жерге кірген кезде қараңыздар, мына жерде сервисі деген бар. Осы сервисті басқан кезде реферальный ссылкиді басамыз, создание реферальных ссылок дейміз. Осыны басқан кезде қайда кетіп қалды? Міне осыны басқан кезде мына жерде выберите страну дейді. Мына басамыз. Қазақстан. Готово. Міне. Енді қараңыз, мына жерде бізде страница деген шықты. Wellness, мама, акция, месяца, міне интернет-магазин, форма, онлайн регистрация, консультант деген тұр. Бізге керегі осы. Пререгулированный клиент деген ол кәдімгі біздің просто партнеріміз болмайтын, әшейін алып өзіне пайдаланатын клиенттер болады. Оны соларға береміз. Ал мына жерде форма онлайн регистрация дегенді басамыз. Басқан кезде астына мына ваша ссылка деп шығып тұр. Осы ссылканы ең соңына барып копировать дегенді басамыз. Енді бізге не істеу керек? Бізден сұрап отырған адамға біз жібереміз. Мен қазір енді копилкаға жіберейін, өзімнің ашып қойған копилкама. Так, мына егерде точно осы ма, осы емес па деп сенімсіз болсаңыз, осылай копилка жасап жіберіп көресіз, ашасыз, ашқаннан кейін мына жерде оқисыздар. Қазір көрсетемін. Көрдіңіздер ма? Регистрация жасаған адам консультант деген жасылды басады. Одан кейін оқып өзінің бәрін данныйлары толтырып келеді. Женский болса женский, бізде көбінесе әйел адамдар істейді. Email'ын толтырады, қаласын жазады. Ең соңында мұны қараңыздар. Выбранный наставник, яғни точно сіздікі ма, сіздікі емес па? Біреудің несін, регистрациясының ссылкасын жіберген жоқсыз па, соны қарауға болады. Жалпы ешқандай қиындығы жоқ, бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған мен Айзада, сау болыңыздар.